Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін турецкий баклава дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Баклаваның қамырына қажетті заттар: ұн, сұйық май, жылы су, қаймақ, алмалы уксус, қопсытқыш, жұмыртқа және де сары май. Ыдысымызға жұмыртқаны, жылы суды, қаймақты салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді үстіне бір ас қасық алмалы уксусты құйып, кішкене ғана араластырып аламыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ. Ерітілген сары майды, сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнның үстіне қопсытқышты салып, кішкене араластырып, сұйық массамыздың үстіне салатын боламыз. Мен ұнды алдын ала елегіштен өткізіп алдым. Сұйық массамыздың үстіне салып, енді қамырды илейтін боламыз. Қамырды илеп болғасын, салмасын дайындағанша бетін жауып қоямыз. Енді грек жаңғағын ұсақтап алатын боламын. Негізінде грек жаңғақты пакетке салып, оқтаудың көмегімен ұсақтап алсаңыздар да болады. Өзімізге қажетті грек жаңғағының барлығын осылай ұсақтап аламыз. Енді қамырымызды жаямыз. Қамырды алып, бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламын. Қамырды жайғанда тек қана кукурузный крахмал қолданғандарыңыз дұрыс. Жай ұнмен бір-біріне жабысып қалады. Сол үшін кукурузный крахмал қолданыңыздар. Бетін жауып, бір шетінен алып, қамырларды жайып шығамыз. Қамырды жаю барысында өте жылдам қимылдағандарыңыз дұрыс. Өйткені қамыр тез-ақ кеуіп кетеді, одан кейін бір-біріне бірікпей қалады. Сол үшін барынша жылдамдатып жайғандарыңыз дұрыс. Енді грек жаңғақтың үстіне ақуыз салып, жақсылап араластырып аламын. Неке қамырды көрсеңіздер, осындай өте жұқа болып жайылу керек. Енді қолымызбен осылай қамырларды өте жиі етіп жинап шығамыз. Қамырларды барынша жиі етіп жинағандарыңыз дұрыс арасын. Сонда баклаваларымыз әдемі болып шығады. Барынша жиірек етіп жинауымыз керек. Қолмен болмаса да, жіңішке оқтауды қолдансаңыздар да болады. Менің өзіме осылай ыңғайлы. Енді үстіне салмамызды салып шығамыз. Арасын кішкене ғана ашық қалдырамыз. Керегінше салмаларымыз салып алатын боламыз.
Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай жеңіл ғана бірінші қамырымызды жауып аламыз. Енді екіншісін жабамыз. Қатты басып жабудың қажеті жоқ, жай ғана жеңіл жабылса болғаны. Салған салмамыз басылып қалмау керек. Жаңағы айтқандай, қамырмен өте жылдам жұмыс жасауымыз қажет. Әйтпесе қамыр кеуіп кетіп, бір-біріне бірікпейді. Сол үшін барынша жылдамдатыңыздар. Енді осылай қолымызбен қатты қысып басып шығамыз. Енді пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Барынша қатты қамырды біріктіргендеріңіз дұрыс. Пісу барысында ашылып кетеді. Енді барлық қалған қамырдың барлығын дәл осы видеодағыдай қайталап баклаваларымызды жасап аламыз. Дайын баклаваларымызды листке саламыз. Қалған баклаваларымыздың барлығын жасап алдым. Мұнда сары май мен сұйық май. Микротолқынды пеште ертіп алдым. Енді баклаваларымыздың үстіне құйып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Сіздер өздеріңіз пештеріңізге қарайсыздар. Баклаваны духовкаға салғаннан кейін суымызға қантты салып, кішкене араластырып алып, отқа қоятын боламыз. Неке отқа қойдық, бір қайнағаннан кейін отты баяулатып, лимонның шырыны немесе осылай бір тілім лимонды салып, баклава дайын болғанша қайнатамыз. Неке баклава пісіп дайын болды. Яғни баклава ыстық кезде үстіне ыстық сиропымызды құйып, бір күнге қоямыз. Сонда сироп сіңіп, әдемі болып тұрады. Мінеке қыздар, баклаваны тұрғанына бір күні өтті. Енді үстіне грек жаңғағын немесе фисташка сеуіп шығамыз. Мен фисташка қолдандым. Баклавалар өте керемет болып шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздер де үйде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын.